Мұхаммед пайғамбар Меккеден қуып жіберді. Сөйтіп, қасында Абу Бәкір, бір жағында өзі, екеуі жүріп, бір үңгірдің ішіне жасырынды. Сол үңгірдің ішіне жасырынған кезде артынан кәпірлер келіп, біз сіздерді өлтіреміз деп артынан тығылып келеді. Келген кезде, білесіздер, үңгірдің аузына өрмекші өр тоқиды. Ол өрде екі мысал бар. Біріншісі, Абу Бәкір жылап қорқып тұр. Мыналар қараса көп, бұлар екеуі-ақ екен. Міне жалғыздықты жеңетін нәрсе. Пайғамбар жүрегі тыныш. Абу Бәкірге қарады. Абу Бәкір, неге қорқасыңдар? Ей Алланың елшісі, бұлар көп деді, біз екеуі-ақпыз деді. Қорқып тұрмын, өзім үшін емес, сіз үшін қорқып тұрмын дегенде. Бұлар екеу болса, Құдай бізбен бірге, ол үшіншісі деді. Құдай бізбен бірге, ол үшіншісі деді. Қорқпа деді. Құдай сізбен бірге, біліңіз.